Бүгін сіздермен фармакология жайлы сөйлесетін боламыз. Фармакологияны қалай оқу керек, қалай дұрыс жүйе қалыптастыру керек, қалай практикада қолдану керек, классификация әлде механизм, не болмаса жалпы не болмаса жеке фарма қайбірі бізге ең қажетті. Осы жайлы бүгін сіздермен қысқаша тоқталып кететін боламыз. Фармакология оқып жатқан студенттерге соңына дейін көрсеңіздер, жақсы миларыңызда жүйе қалыптасуына мен сенімдімін. Не болмаса фармакологияны ұмытып қалай қайталаймын деп жүрген болсаңыздар, осы видеоның соңында сіздер үшін керемет бір күшті лайфхак айтам. Оны сіздер қолдансаңыздар, өмірлеріңіздің соңына дейін дәрігерлік барысында ұмытпайтын дәрежеге жететін боласыздар, Құдай қаласа. Сіздермен мен доктор Оразбек. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Кеттік. Фармакология жалпы медик үшін қаласа да, қаламаса да, қашса да, жыласа да оқу керек маңызды сабақ. Неге? Өйткені ертең врач болған кезде қасыңызға пациент келеді. Ол сізден анатомия күтпейді, ол сізден физиология сұрамайды, ол сізден гистологиясын сұрамайды, ол сізден патофизин сұрамайды, ол сізден лечение сұрайды. Емдеші мені дейді. Қалай болса да мені емде дейді. Ең страшный пациентпен бетпе-бет жалғыз қалған кезде препараттарды білмей тұру. Не болмаса біліп тұрған препаратты қалай әсер етуін білмеу, қалай әсер етуін біліп тұрсаңыз да оның побочный эффекттері қалай болады, ол жүкті әйелдерге бола ма, болмай ма, емізуге бола ма, болмай ма. Вот осындай тұстары адамды біраз шошытып қояды. Өйткені сіздер бір ғана қателік, дұрыс емес препарат жазу арқылы бір адамның өмірін құртып жіберуіміз мүмкін. Біз врачтар құртып жіберуіміз мүмкін кәдімгідей. Не болмаса оны құртып жіберумен қоса өміріміздің өмірімізді құртып тастауымыз мүмкін. Ол факт. Сол үшін фармакологияны қазірден нықтап алу керек. 7 жыл барысында оқып түсінгенім, фармакология біліп тұрсаңыз, ары қарай ештеңе қиын емес. Айтады ғой, 3-ші курстан кейін сабақтар оңай болады деп. Егер фармакологияны біліп тұрсаңыз оңай болады, білмей тұрсаңыз по-любому қиын болады. Өйткені 4-ші курсқа барсаңыздар сіздерден терапия басталады. Терапия басталған кезде этиология, анау клиниканы сұрап отпайды. Өйткені сіздер уже оның бәрін 3 жылда бітіріп тастадыңдар дейді. Сіздерден в основном диагностикадан кейін лечение, қашсаңыз, қашпасаңыз по-любому алдыңыздан привет деп шығып тұратын болады. Сол үшін қазірден реттеп алу керек. Жалпы фармакология дегеніміз не? Фармакология ол препараттарды, дәрілерді зерттейтін ғылым саласы. Оның екі түрі бар. Жалпы фармакология, жеке фармакология. Жалпы фармакология зерттейтіндері көп. То же самое фармакодинамика, фармакокинетика. Оның барлығын білу керек. Білу үшін жалпы просто оқу керек. Оқыған кезде түсінбей баратсаңыздар, значит, что-то не то, да, түсінбей жатсыздар. Значит, оны шешу керек, адамның темпераментіне қарау керек, жалпы мидың қалай жұмыс жасауын білу керек. Біздің миымыз, мен әрқашан айтамын, елестету арқылы, бірдеңемен салыстыру арқылы ғана жұмыс жасайды. Егер сіздер бірдеңені елестете алмасаңыздар, оны просто жаттасаңыздар, өте қиын болады. Жаттау қиын, оны ұмытып қалу вообще оңай болады. Сол үшін елестетіп алу үшін фото, презентациялар көру керек. Не болмаса әр адам әртүрлі үйренеді. Мысалы үшін менің өзім лично бірінші алдымен видеоролик көріп аламын. Видеоролик көріп түсініп аламын. Схематичный болса да, ол уже біздің миымызды елестетіп қалдымыз, значит, ары қарай оңай алып кету, түсіну деген. Бір видеоны қараймын, например, фармакодинамикада, оған не кіреді? Фармакодинамика презентация или фармакогенетика лекция деп жазам YouTube'қа. Өте көп. Қараймын, түсініп аламын, бүкілін ерінбей конспект жазып аламын, тоқтатып алып. Сосын миымда кәдімгідей бүйтіп түсінік қалыптасып қалған соң, одан кейін кітап оқысаңыз сіздерге әдемі кетеді, күшті отырады миларыңызға. Мысалға айтатын болсақ, сіздерге одан да түсінікті болу үшін театрдан мысал келтірейін, да? Махаббат қызық мол жылдар кітабын сіздер оқыдыңыздар, миыңызда қайдағы басқа бір қызды елестетіп жүрдіңіздер, Меңтай Ерболды вообще біреуді елестетіп жүрдіңіздер, да? Артынан сіздер қойылымға бардыңыздар. Қойылымына барған кезде оны көресіздер, да? Персоналдарды қарап, бір-біріне сәйкес келмей қалады, түсінбей қаласыздар. Мынау мынандай еді ғой, мынандай еді ғой деп. Сол сияқты, егер оны наоборот қылғандарыңызда, мысалы үшін бірінші театрға барып сахнасын көріп, Меңтайды бір воображение, Ерболды бір воображение миыңызда қойып алып, одан кейін кітабын оқысаңыздар, дейсіздер, мынау мынандай ғой деп, миыңызда бүйтіп представление тұрады. Дәл сол сияқты алдымен біз представление қалыптастырып алуымыз керек. Не айтып кетті деп тұрмаңыздар, просто сіздерді түсіну үшін айтып тұрмын. Жақсы представление бүйтіп қалыптастырып алған соң миымызда да прям түсінікті болды, окей. Одан кейін кітап оқысаңыздар, өте қатты қонымды болады. Сосын
әрбір препараттың енгізілу жолы бар ғой, мысалы үшін трансбукальный, сублингвальный. Сол кезде хотя бы бір мысал келтіріп алсаңыздар более түсінікті болады. И неге деген сұрақты қойыңыздар. Например, сублингвальный. Не үшін сублингвальный? Субпозиторий перректумда, тікішек арқан. Не үшін перректум? Не үшін деген сұрақ, ол өте жақсы сұрақ. Ары қарай сіздер үйреніп барасыздар. Бұл жер мынандай еді ғой, мынандай еді ғой. Сосын мидарыңызда түсінік жақсы қалыптасады. Одан кейін жеке фармакологияға келгендеріңізде, ол жерде әрбір аурулардың, например, антигипертензивный, или антибиотиктер, или сахароснижающий дейтін қан түсіретін препараттар, вот осылардың барлығына біреулеп тоқтаған кезде сіздер біздің университет талап қылатын ол классификацияда, ол для галочки баға үшін. Егер сен миллион жақтан классификациясын біліп тұрып, бірақ оның қалай действовать етуін білмесең, классификацияны білгеннен толық ондай қатты мықты емес. Вот сен механизм біліп тұрып, бірақ классификациядан чуть-чуть білмей тұрсаң, бірақ атыны қарайсың да, например, ацетилсалициловая кислота. Мен оңай мысалдармен ацетилсалициловая кислота дейсіздер. Дейсіздер, ацетилсалициловая кислотада аспирин дейсіздер де. Ары қарай, мұның механизмі мынандай еді ғой деп, арахидон қышқылынан бөлінетін қабынудың медиаторларын тоқтататын еді ғой, бүйтіп стоп қойып тастайтын еді ғой дейсіздер, уже біліп тұратын боласыздар. Ал егер классификацияны мощный біліп тұрсаңыздар, ары қарай вряд ли сіздер механизм түсінесіздер. Сол үшін механизм білу керек. Ал механизмді білу үшін схема сызып алу керек, жазу керек, кәдімгідей мынадан кейін мынандай болады. Ол үшін физиологияны білу керек. Физиологияны біліп тұрсаңыздар, патофизиологияға өтесіздер. Патофизде не ол? Бір қабыну деп айтатын болсақ, арахидон қышқылынан мынандай бөлінді, мынадан кейін цок бөлінді, цоктан лок бөлінді, екі жақтан да цок, лок деп циклоксигеназа, липоксигеназа. Бізге липоксигеназаны емес, циклоксигеназаны тоқтату керек деген. Именно соны, бұл патофизиология, қабынудың патофизиологиясы кетіп жатыр ғой. Енді фармакология келген кезде дәл осыны тоқтататын препарат береміз. Например, прям арахидоннан тоқтатып тастау үшін біз ГКС беруімізге болады. Дексаметазон, преднизолон, ол жоғарыдан тоқтатып тастайды. Оны түсіну үшін, мен айтып тұрған түсіну үшін, бірінші патофизді жақсылап түсініп алу керек. Сонда сіздерде кәдімгідей бір-бірімен цеп байланыс болады. Бір-бірімен байланыстар алмасаңыздар вообще оқу қиын болып кетеді. Фармакологияны даже түсіну. Дмитрий Кудряшов дегеннің видеосын қарасаңыздар болады. Любой ауыр препараттардың, любой ауыр тақырыптарды от и до механизмін түсіндіріп, алдымен ол физиологиясын, потом патофизден кейін фармасын айтады. Сіздерге прям кәдімгідей күшті көмектеседі. Ерінбеңіздер, сосын конспект жазып алыңыздар. Хорошо, жазып алғандарыңыздан кейін сіздердің түсінік деген прям вообще күшті болады. Одан соң классификацияны жаттау керек. Оны жаттамасаңыздар болмайды. Метформин, метфогамма дегендердің барлығы составы бір, дәл сол сияқты составын жаттау керек. Яғни активный веществосын, торговый названиясын емес. Түсінікті ғой, торговый название мен активный вещество деген, ол торговый деген фирмалар шығара беретін, активный вещество деген ол кәдімгі құрам, өзгермейтін. Миллион жыл бұрын, 10 жыл бұрында, 100 жыл бұрында құрамы сол, қазірде сол. Дальше сондай бола береді, өзгермейді. Одан кейін схематично жазу керек. Кәдімгідей схема қылып сызып алып, көрсетіп, қай жерде не болып жатыр, қандай препарат, қай ферменті тоқтатып жатыр. Ол фермент тоқтап қалса, мына жағында бола ма, болмай ма, мынандай қай цепті байлап қояды. Дәл осылардың барлығын схема түрінде ғана түсінесіздер. Болмасам тупа кітаптан оқып жаттай беру өте қиын болып кетеді. Даже сіздер бір видео көргендеріңіз, ол мысалы ұзақ видеолар, 1 сағат, 1,5 сағат видеолар шығар. 1 сағат көрген видеоңыз сізді бір 5 сағат отырып кітап оқығандан әлде қайда эффективный болды. Өйткені сіздің миыңызда түсінік қалыптасты, қалып болады ғой. Сол қалып болды. Ары қарай сіздердің жұмыс жасауларыңыз оңайға соғады, қиынға соқпайды. Одан соң классификацияны жаттау керек. Енді бұл жерде тағы қазір айтпақшы болғаным, ол уже үлкен курстарға, не болмаса осы видеоны көріп отырған әрбір адамға өте пайдалы. Ертең сіздер ұмытып қалмаймыз ба препараттар дейтін болсаңыздар, да, ұмытып қаласыз. Ол біздің табиғатымызда бар. Біздің адам болған соң, пенде болған соң, это нормально. Осыны ұмытпайтындай, прям печатап тастайтын бір ғана жолы бар. Ол да практика. Практика. Оны қолдану керек, яғни көру керек. Бүйтіп қолмен ұстап, мынандайдан ұстап көрсеңіздер, ол сіздердің миларыңызда прям четко есте қалып кетеді. Ол үшін прям дұқты жинаймыз. Бірінші, екінші курс болса, үлкен курспен деп айтасыздар, аптекаға барасыздар. Аптекаға барып, жаздың күні болсын, суббота, воскресенье болсын, любой уақытта
саламатсыздар, мен осындай есімім, осы курстамын, сіздерде стажировка өтсем бола ма, маған ақшаларыңыз керек емес, мен тегінге жұмыс жасаймын дейсіздер. Олар сіздерді любой аптека менің ойымша қабылдайды тегінге, потому что оларға көмекші керек. Айтасыздар, удостоверение қолдана бересіздер, чтобы ертең міне бірдеңе болып жоғалса, мен жауап беремін деген сияқты жауапкершілікті өздеріңізге алатын боласыздар. Одан кейін қолдарыңызға тряпканы аласыздар да бүкіл полкаларды сүртіп шығасыздар. Сүртіп шығып бара жатқан кезде бүйтіп көтеріп, ципрок составы ципрофлоксацин 750 миллиграмм. Окей, это антибиотик, қоясыз. Былай қарасыз, цеф3 составы цефтриаксон 1 грамм. Окей, қоясыз. Потому что миыңызда қалыптасып қалады, прям кәдімгі ұстап қойыңыз, оқып жатсыз, граммын оқып жатсыз, одновременно сіз оқып жатсыз, дозировканы біліп жатсыз. Прям четко қалыптасып, миыңызда жақсы қалып не болады, елестету болып жатыр. Одан соң жай көтерісті, декстор составы дексметатимидин, бір ампуласы 52 мың теңге. Так, мынау қандай препарат іздейсіздер? Бүйтіп парағын ашып қарап көресіздер. Ішінде бүкіл жазылған болады. Побочный эффект, показания, противопоказания, фармакодинамикасы, фармакокинетикасы. Вот сіздерге осылай қалай естеп қаласыздар. Магния сульфат, например, да, қарап тұрсыздар. Цианокобаламин бүйтіп қарайсыздар. Пиридоксин көресіздер. Физраствор 0,9%, глюкоза бүйтіп қарайсыздар 10%, біреуін қарайсыздар 5%, біреуін қарайсыздар 40%. В чем разница дейсіздер? Іздеп көресіздер, қанша болады, қалай болады. Вот осылай естеп қаласыздар. И еще аптекада тағы бір плюсы, күніне сізге бар ғой 100 рецепт келеді. 100 рецепт бүйтіп қарайсыздар. Уже гастроэнтерологтардың не жазуын, эндокринолог, невролог не жазуын біліп, прям автоматически жаттап қаласыздар да. Оны сіздер қаламайсыз жаттауды. Оқып көре беріп, квамател, амепразол, D0, осының бәрі гастритке қолданылатын препараттар да. Например, уже бүкіл соны жасады. Эссенциаль форте, эссенциаль физраствормен қосады, анау-мынау. Қаласаңыз, қаламасаңыз жаттап қаласыздар да мынаны. Одан соң неврологический заболеванияларды келеді. Пентаксифилин, эллизин, анау-мынау уже шаблонный жаттап қалады. Значит, ертең неврологияға барғанда да не қолданамыз дейтін болсаңыздар, тық-тық осылар айтып бересіздер. Осындай дозировкада апай дейсіздер, болды. Сосын антиоксиданттар деп айтады. Көп оны біле бермейді. Антиоксидантқа, например, ковид кезінде өте жақсы керек болды осы антиоксиданттар, өйткені кислородты мен қамтамасыз етілуін жақсарту керек болды. Именно балдар асфиксиямен туылады, бүйтіп мойнына оралып кіндігі. Сол кезде салынатын препараттар бар. Оған мысал айтатын болсақ, цитохром С деген бар. Оны мен аптекада жүріп көрдім. Ол кітаптарда жазылмаған. Вот осындай түрлері бар. Осылай жаттап қалсаңыздар болады. Ол үшін просто дух керек, аптекаға бару керек, айту керек. Бірінші курс болсаң 5000 деп айту керек, 5-ші курс болсаң врачпын деп айту керек, маған қайталау керек деп. Тегін жұмыс жасаймын, полкаларыңыз сүртіп беремін десеңіздер, вообще естеріңізде жақсы қалады. Сосын холодильникте тұратын әрбір препараттар бар. Сосын суппозиторийдің қандай түрлері бар, есть разница. Мынандай суппозиторий да болады, ұзындау, и дәл соның таблеткасы да болады. Айырмашылығы қандай, осыларды да біліп алатын боласыздар. Достар, мен айтқым келгені осы. Фармакологиядан жалпы схема түсу керек и кітаптан оқу керек. Қандай кітап еді? Харкевич, Аляутдинов. Осы кітаптар бар. Не болса мен телеграм каналымда осылардың барлығының онлайн форматы бар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, каналға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.